Енді бізде осы антропология, одан кейін мынау жалпы этностар туралы айтқан кезде, мынау осы ғылым, қазіргі заманауи ғылым, ол нәсіл деген сөзден бас тартты. Нәсілшілдікке ұрынбас үшін, яғни мынау негроид, мынау монголоид, мынау еуропоидтық деп айтпау үшін ол сөзді қолданбаймыз деді заманауи ғылым, көбінесе саяси себептерге де байланысты. Енді білеміз саяси себептерді. Одан кейін таза нәсіл жоқ, аралас түрлер бар. Біз өзіміз айтамыз, ой біз монголоидтықпыз, ой біз қазақпыз, 100% өзім монголоидтық деп мысалы мен айта алмаймын. Неге? Өйткені адамдардың барлығы араласты, біз білмейміз. Біз өзімізді 100% монголоидтықпыз деп, немесе еуропоидтықпыз деп, негроидтықпыз деп айту үшін арнайы генетикалық зерттеуге баруымыз керек. Ол әрине пәленбай мың ақша тұрады. Мысалы менің содан өткен таныстарым, достарым бар, олар өздерінің бұрынғы ата-бабаларына қарап таң қалған. Олар 100% ойлағандай емес екен. Өйткені біреуінің әкесі кезінде жаңағы Ресейде, немесе біреуінің мамасы кезінде Еуропада, жаңағыдай герман тайпасының құрамында, немесе неміс жаңағыдай француздың құрамында өмір сүрген. Яғни өте қиын, мен осы ұлтпын, 100% осы нәсілін деп айту қиын, зерттеу жүргізілмесе. Одан кейін ғылым тұрғысынан қарастырсақ, этнос ол адамдардың өзіндік сезімі бойынша тиісті болатын этникалық қауымдастық. Яғни былайша айтқанда жақын адамдар деген сөз ғой, бір-бірін байланыстырып тұратын. Этнос яғни қарапайым тілмен айтқанда халық немесе ұлт деген ұғымды білдіреді. Қазақ халқы, өзбек халқы, орыс халқы деген сияқты. Одан кейін этнос ол бізде мынау зерттеушілер бойынша қандас туыстық емес, мәдени, тілдік қауымдастық дейді. Біз енді айтамыз, қазақтар бәріміз бір қаннан шықтық, бір қаннан тарадық. Зерттей берсек бәріміз ғылым бойынша, біреу айту бойынша Адам ата мен Хауа анадан тараған шығармыз. Бірақ та бір ұлттың барлығы бір қаннан тарады деп айту өте қиын. Яғни бәріміз бірдейміз деп. Көрдіңдер ма? Біз бірімізге мәдениетімізбен, тіліміздің жағынан ұқсаймыз. Сол себепті біз біріктік, қазақ деп. Міне, енді этносты, ортақ мәдениетті, өмір салты мен салт дәстүрлер біріктіреді. Міне бізді біріктіретін нәрселер осы. Ал енді этностың шығу тегі, яғни халықтың шығу тегі, оның дамуының бәрін зерттейтін этногенез екен. Ал енді этностың мәдени жүйе ретінде қалыптасуына этникалық қауымдастықтың құрылуы, яғни халықтардың топтасуы әсер етеді. Енді біз эндогамия туралы айтайық. Эндогамия өзінің этносы шегінде ғана отбасын құру. Яғни қазаққа ғана үйлену керек, немесе бір ру тек бір рудан ғана қыз алу керек деген сияқты дәстүрлер бір эндогамия деп айтылады. Яғни бұл халықтардың араласуы тек стихиялы түрде жүреді өзге халықтармен. Яғни арынша араласпауға тырысады, эндогамия тыйым салады.